Саламатсыздар ма? Бүгін біз Абай Құнанбаев туралы шығармаларды оқитын боламыз. Яғни балалық шақтағы шығарма, қызықты әңгіме. Видеоны көрмес алдын арнаға жазылып кетіңіз. Абай Құнанбаев 1845 жылы дүниеге келіп, 1904 жылы қайтыс болған. Балалық және жастық шағы. Қазақтың ұлы ақыны Абай Ибрахим Құнанбаев 1845 жылы бұрынғы Семей облысы Абай ауданы Шыңғысхан тауының етегінде туған. Шыққан ортасы ауқатты, тобықты руының белгілі ел билеушілері болған. Әкесі Құнанбай кезінде болыс, аға сұлтандық қызметкерлер атқарған. Ал атасы Өскенбай, арғы атасы Ырғызбай, өз заманының атақты билері. Құнанбайдан Құдайберді, Тәңірберді, Абай, Ысқақ, Оспан, Калиолла жас кезінде өлген. Исмағұл деген 7 бала туған. Солардың ішінде Абай жас кезінен ақерекшеге көзе түсіп, келешегінен үлкен үміт күттірген. Сырт көзге момын және сөзге иланғыш, аңқау. Абай жас кезінен өлең, әңгімеге әуес болады. Ертегі аңыздарды құмарта тыңдайды. Әжесі Зере мен анасы Ұлжанның аузынан естіген ертегі аңыздар Абай сусындаған халық әдебиетінің алғашқы үлгілері. Кішірек кезінде ауыл молдасынан аздап сауат ашқан Абайды әкесі 17 жасында Семейге оқуға жіберді. Әуелі ол Ғабул Жаппардың, кейін Ахмет Ризаның медресесінде оқиды. Болашақ ақын өзімен сабақтас шәкірттерден анағұрлым үздік оқыған. Мектепте жүргізілетін дін сабағын жеңіл меңгеріп, араб, парсы тілдерін үйренеді. Бос уақытын кітап оқуға, өз бетімен ізденуге жұмсайды. Шығыстың классикалық ақындары Низами, Сағди, Хафиз, Хүфсілу шығармаларымен, ертегі дастанының қиссаларымен Абай осы кезде танысқан. Балалық шағындағы өлең жазамын деген талабын Физули, Шәмси, Сайхали, Науаи, Сағди, Фердауси, Хожа Хафиз Бұхаммаси, Мадет Берия Шахири Фарият деп шығыс ақындармен сенудан бастауда Абайдың оларға деген кезегі ынтасын байқатады. Медреседегі діни уағыздермен шектеліп қалмай, араб, парсы, түрік тілдерін игеру арқылы шығыс классиктерін оқып үйренуге жетуі Абайдың аса зор табысы. Медресенің соңғы жылында Абай мұсылманша оқумен қатар Семейдегі Приходская школға түсіп, 3 айдай орысша да оқыған. Бұл Абайдан кейін орысшаны өз бетімен үйреніп, игеріп кетуіне негіз болған. 13 жасында Абайды әкесі Құнанбай оқудан шығарып, ез қасына алады да ел билеу өзіне баулый бастайды. Ел басқару қызметінде өз орнымды басар ұлым осы ғой дәмеммен Абайға өр түрлі жол көрсетіп тәрбиелейді. Ел ісіне араласу білімді, саналы, ойлы жас Абайдың ел танып, жер танып, есеюіне, халықтың әдет ғұрып тұрмыс салтын терең танып білуіне жол ашады. Әкесіне ере жүріп, ол сол кездегі шешен билердің ортасына түседі. Бірінші, солардан сөз үйреніп, билікке керек қазақтың ескі сөз, жөн-жөбасын мәғалдып, тақпақтай айту үлгілерін зерттейді. Бұл жол Абайды халықпен жақындастырады. Ол ескі көп әңгімелерді халық ішінен үйренеді. Сол әңгімелер жырдағы елдің зарын, маңын, мұңын, әкімдер қиянатын көрген зәбірді, ел ақындарының атқамын нәсілерін жайындағы сынып кеп естиді. Сөйтіп бір жағынан шығыс орыс мәдениетінен хабары бар Абай ел тарихымен таныса келе, ақыл-ойы толысып, көзге түсе бастайды. Балалықпен ерте қоштасып, ел ісіне араласқан ол елдің тұрмыс-тіршілігін атқар мінер әкімдердің қиянаттарын, шаруасы шайқалып жүрдеген кедей шаруаларды, барымта бақталастықты, содан туған лайым-пәлелерді көреді. Өздері надан, ел тағдырын ойламайтын, басшыларға сынай қарайтын болады. Мұның бәрі Абайға әке жолын ұстаудың жетімсіздігін, халыққа жақын басқа жол іздеу қажеттілігін аңғартады. Осыдан бастап Абайдың әкесі Құнанбай мен оның маңындағы
қошаметшіл топпен ісі мен сөзі бар жерден шыға бермеген. Бірде Құнанбай өз баласының жоқшыл мінездерін ұнатпай оған: «Сен жұрттың бәрімен күліп сөйлесесің, жайдай су сияқтысың. Жайдай суды ит те құс та жалайды. Кісіге қадірің болмайды. Көрінгенмен жақын боласың. Кісі танымайтын желбегей жүрген кісінің басына ел үйірілмейді» деп мін тағады. Әкесіне жауап ретінде абай: «Қолында құралы бар. Бірен-саранға ғана тиетін шаңыраудағы судан да қойшы қолаң. Жарлы Абайдың да бәріне бірдей пайдасы тиетін жайдақ су артық деп білемін» депті. Бұл жағдайлар халықтың өмір сүру жағдайлары мен келешегіне түрліше көзқарас Абайдың ел билеу қызметін шеттей бастауына әкеледі. Ендігі жолдан ол кітаптан озық елдердің мәдениетінен іздер. Шығысым батыс боп кетті. 60-шы жылдардың аяқ кезінен бастап Абай аздап оқыған орысшасын өз бетімен үйрену арқылы дамытады. Орысша кітаптарды көп оқиды. Семей кітапханасынан кейде өзі барып, кейде арнайы кісі жіберіп кітаптар алдырады. Қысқасы, айларда қалада ұзақ жатып, кітапханада отырып оқитын болады. Сөйтіп жүріп ол 1870 жылы Петербургтен жер аударылып келген жас төңкерісшіл Михайлиспен кездеседі. Кітапханада Толстой кітап сұрап тұрған қазақты көріп таңырқаған Михайлис оған таяп келіп жөн сұрайды. Осылайша басталған екеуінің таныстығы кейін үлкен достыққа айналады. Михайлис Петербург университетінің студенті болып жүріп патша үкіметіне жақпайтын сөз әрекеттер үшін осында жер аударылған. Ол Черновишскийдің жолын қуған және онымен жақын таныс болған. Соның көмегімен Абай ендігі жерде керек кітапханаларды іріктеп, жүйе-жүйемен оқитын болады. Ол орыс, батыс әдебиеттерін, философиялық, қоғамдық әдебиеттерді беріле оқиды. Ресейдегі саяси ағым қоғамдық дамудың мәселелерін қалыптастырады. Осыдан барып Абай дүниеге көзімді ашқан Михайлис деген 1800 жылдарда Михайлис арқылы ол Долгополов, Леонтьев сияқты айдауда жүрген демократтармен танысады. Бұл жылдары Абай орыс әдебиетінің классиктері Пушкин, Лермонтов, Салдых, Щедрин, Некрасов, Толстой шығармаларын, Белинский, Герцен, Черновишский, Добролюбов сияқты революциялы демократтардың еңбектерін оқиды. Еуропаның бірталай ақындары мен ғылымдарының ежелгі заман даналарының туындыларымен танысады. Олардың ішінде Сократ, Платон, Аристотель, Байрон, Гете, Дюма, Спенсер, Льюис, Дарвин, Дреппер тағы да басқалардың шығармалары кездеседі. Сол арқылы Абай әдеби білімі мен дүние танымының кеңейте түседі. Ақынның халқын ғылым опер жолында үндеуі мен демократтік көзқарасты қабылдауы, өмір шындығын терең танып, қоғамдық қайшылықтарды өткір сатира тілмен аяусыз шегуінің бір тамыры осы мір-шарада жатыр. Олар Абай бойындағы ақындық талантты оятты, оның жетіліп дамуына жәрдемдесті. Оған дейін ойын-сауықтарда әзіл-қалжың ретінде шағын шумақтарда суырып салғым айтқаны болмаса, ол ақын болуды мақсат етпеген. Оның өлеңдерінің жүйелі ақындық үлгіде жазылуы 1882 жылдан басталады. Бұл жылы жазылған Қансонарда бүрткіші шығады. Анға және Лермонтовтан аударылған Бородино өлеңдері Абайдың ақындығын өзіне де, өзгелерге де мойындатқан шын мәнінде көркем туындылар. Мұның алғашында ақын қазақтың аңшылық өнерінің суретін нанымды әрі көркеметіп алдыңызға елестетсе, екіншісінде орыс халқының Наполеонға қарсы ерлік күресін жарлаған. Лермонтовтың Бородино атты өлеңін қазақшаға дәл түпнұсқаға жақын етіп аударуға тырысқан, бірақ өлеңнің тек алғашқы шумақтарын ғана сақталған. Шоколдардың өрте кезінен бастап Абай ақындық жолға біржолата бет бұрды. Бұл кездегі оның нелердерінің қай-қайсысы болсын толысқан ой-сананың жемісі. Бұған дейін әрі-кетік жазған өлеңінің өз замандасы Көкбай атынан таратып жүрген Абай жылдан бастап ез атына көшірген. Бұл жағдайда Көкбай ақын былай деп еске түсіреді: ақылдан бастап 1886 жылға шейін Абай әрбір өлеңді жазы көрді.
бірақ бұл уақытта сөздерінің барлығын көкбай сөздері деп жүргізді дейін омбыда кейін далла уалаята мен сәрке газеті шыққанда біраз өлеңін тағы да менің атымнан жіберді. Осы хал 1886 жиын келді де сол жылдың жазында ел жайлауға шықты. Абай ауылының ең өрістіп барып орнықпал болған жайлауы Байқанас өзінің бойы еді. Кеше жүріп өтті. Біз Абаймен бірнеше кісі болып артынан келдік. Осы жылы Абай ауылында доктор Долговоста қонақ еді. Ауыл ішінде жүреді дейді. Және де кейінгі жылдары Абайдың шығармалары өз дәуірінің келесі мәселелерін лиспен суреттейді. Ағылшын яғни философиясы. Ресей географиялық қоғамы Абай туралы мәліметті ертең кезден-ақ бере бастады. 1960-1970 жылдары хабарларында ақынның суретін және ол арқылы Әлихан Бөкейхановтың көлемді мақаласын жариялады. 10 ғасырдың басында өмір сүрген ұлы жазушылар Ахмет Байтұрсынов, Мұхтар Әуезов, Дулатов, Мағжан, Сұлтан Махмұд тағы да ақынның ерекшелігін танып, қазақтың бас ақыны деп артақтанады, үлгі тұтады. Оның шығармалары толық жинақ түрінде де жекеленген кітап түрінде де бірнеше рет баспа бетін көрді. Кейінгі жылдары республиканың ғылыми зерттеу орындары мен әдебиелері Абай шығармаларын игеруде жаңа қадамдар жасады. Абайтану қазіргі өз алдына белгілі бір ғылым болып қалыптасты. Абайдың өмірі мен шығармаларының туындалары факторге бай ғылыми тұжырымдары терең көлемді монография жариялады. Абай Құнанбаев 1845 жылы туылып, 1904 жылы қайтыс болған. Сол жылдары Абай Құнанбаев өзінің көптеген шығармаларын жазып және де елге деген өзінің еңбегін сіңдіріп кеткен. Және де бұл жерде айта кетсек, Абай Құнанбаев өте сирек болған. Және де Абай Құнанбаевтың көптеген шығармалары бар. Абай өлеңдерінде негізгі елеулі әлеуметтер мәселелердің бірі қазақ әйелдерінің жайы, қазақ жастарының махаббаты, еркіндік мәселесі, махаббат әйел теңдігі тақырыбы Абай өлеңдерінде кең қамтылып келеді. Абай қазақ қыздарының теңсіздікке езіліп, сүйегіне қосыла алмай, келген ауыр халін көріп, наразылық білдіріп, аянышты сезімге толы өлеңдерін шығарады. Ол өзінің бір сұлу қыз тұрыпты, хан қолында деген өлеңінде осы екі сол бойынша жас өмірін қорлап өткен қазақ ханның трагедиясын суреттейді. Абай үйлену, ерлі-зайыпты болу, ісіне немқұрайлы қарауға мал беріп алғаннан бәрі жар болып, дос өмір сүре алады, мыс деген екі түсініктерге қарсы шығады. Кәрі, жас дәуіріне өткен тату емес, епке көнер, ет жүрек сату емес, кімде-кім үлкен болса мүшел, мол беріп алғанмен қатал емес депті жырлаған. Абай өзінің шығармаларында әйелді біреуге ана, біреуге қарындас, қыз, біреудің қорғаны, ақылшысы, жанашыр, қымбатты сүйген жары деп дұрыс деп түсіндіреді. Өзінің Масқұт поэмасының бір жерінде Абай еркектің еркек адам болса қасы, қатын шеше қазы жоқ кеп кімнің басы, хан қалар қара кісті қастық қалса, сонда ұрғашы ма арашасы, тегінде адам басу сау бола ма, үйінде тексерілме дәу бола ма, ері ашу айтса, әйелі басу айтып отырса бұрынғыдай әлсіз бола ма дейді. Осы поэманың басты кейіпкерлері Масқұттың алдында таң, тау астыңғанда дүниедегі ең байлық пен ақыл даналығын алғызбай, Абай оған әйел жұртшылығымен достықты сипаттайды. Және де бұл жерде осы поэмада көп нәрсе түсінуге болады. Бұл жерде ұрыс керіс пен дауларды, қазақтың трагедиясын сипаттайды. Абай өлеңдері жаз өлеңдері туралы айтып кетейін. Жазы күні шілде болған, көкірай шалған бәйшешек ұзарып өсіп толғанда, күркіреп жатқан өзенге көшіп ауыл қонғанда, шұрқырап жатқан жылқының шалғынан жоны қалтылдап, айтайғырлар биелер бүйірі шығып ауырсынып, суда тұрып шабындап, құйрығымен шылпылдап, арасында құлантау айнала шауып бұлтылдап, жоғары төмен үйрек қаз ұшып тұр сипылдап, қыз келіншектер үй төгер бұрала басып балқылдап, ақ білеген сызбандап, әзілдесіп сыңқылдап, мал ішінен айналып, көңілі жақсы жайланып, байда келер ауылға аяңшысы жылпылдап. Яғни Абайдың өлеңі жаз. Бұл жерде көптеген нәрсені түсінуге болады. Абай Құнанбаев туралы өзіңіз эссе жазып көріңіз.
Мен өзімнің жазған эссемді оқып берейін. Абай Құнанбаев. Абай Құнанбаев өте, яғни аудармашы, ақын ақылды тапқыр болған. Оның шын аты Ибрахим, оның әжесі Абай деп еркелетіп қойған. Абай Құнанбаевтың 45 қара сөздері бар. Әкесі Құнанбаев, анасы Ұлжан болған. Ол кішкентай кезінен кітап оқуды жақсы көрген, ешқандай нәрсеге қызықпады. Абай Құнанбаевтың көптеген өлеңдері көп. 4 мезгіл туралы, әсемпаз болма әрнеге деген және тағы басқа өлеңдері бар. Ол ұстаз болған, ағартушы, саяси қайраткер. Абай ақындық шығармаларында қазақ халқының әлеуметтік, қоғамдық, моральдық мәселелерін атқарған екен. Абай жолы деген бар, оны жазған Мұхтар Әуезов. Орысша «Путь Абая». Яғни видео ұнаса, бұл жерде Абай туралы көп нәрсе айтылды,